Ассаламу алейкум. Бүгін шашпалы гречка пісіретін боламыз. Біз қызып тұрған табамызға шемешкі майымызды құямыз, және де соломка етіп туралған еттерімізді салып қуырамыз. Жуамызды уақтап тураймыз, және де бір тіс сарымсақты тураймыз. Қуырылып жатырған етімізге саламыз. Жақсылап араластырамыз. Bir dana səbizimizi үккіштен өткіземіз. Қуырылып жатырған етімізге 1 қасық тұз, 2-3 қасық томатымыздан саламыз. Және де үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Бетіне су қойып, 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Гречканы ыдысымызға салып, үстіне салқын су құйып, 2-3 қайтара жуып аламыз. Етіміз жұмсарып піскеннен кейін гречкамызды бетіне саламыз. Жақсылап араластырамыз. Баяу отта 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің гречкамыз дайын болды, өте дәмді шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер.